сәлеметсіңдер ме? 9-шы сынып оқушылары, бүгін біз 6-да 3-ші жаттығуды орындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал бірінші есептен бастап шығарайық. Бізде калий үшін электронның шығу жұмысы берілген 1,192 электровольт. Енді біз фотоэффекттің қызыл шекарасын табуымыз керек. Бірінші мына жақта бізде электровольтты джоульге айналдыруымыз керек. Ол үшін 1,92-ні, яғни мына жақта жазып қоям, 1,92 электровольтты көбейтеміз 1,6 көбейту 10-ның -19 дәрежесі джоульге. Так. Сонда 1,92 көбейтемін 1,6-ға. Так, 3,1 деп алсақ болады жоқ шамамен. Так, 3,1 көбейту 10-ның -19 дәрежесі джоуль болады екен. Яғни мына жақта біз 3,1 деп жазып қоямыз. 10-ның -19 дәрежесі джоуль. Енді бұл жерде біз энергияны мынау шығу жұмысына теңестіріп аламыз. Яғни ол бізде H-сы бөлінген лямбда. Мынау бізде қызыл шекара. Қызыл шекарасын табуымыз керек. Сол үшін мына жерге Ш деп қойдым. Енді осы лямбда табу үшін H-сы бөлінген А деген формуладан шығарамыз. Енді мәндерін орнына қоямыз. Бізде Планк тұрақтысы 62 көбейту 10-ның -34 дәрежесі, көбейтемін 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, бөлемін 3,1 деген жазамыз. 3,1 көбейту 10-ның -19 дәрежесі. Тең болады. Так, 6,62 көбейтемін 3-ге, бөлемін 3,1-ге. Так, 6,4 шығады екен. 6,4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі метр болады екен. Немесе 0,64 көбейту 10-ның -6 дәрежесі метр. Ол бізде 0,64 микрометрге тең болады екен. Так, келесі есеп. Тантал үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы 0,10-мыңнан 2974 микрометр дейді. Электронның тантал шығу жұмысын анықтаңдар дейді. Так, берілгені бізде қызыл шекарасы 0,274 микрометр. Микрометр бұл бізде 0,2974 көбейту 10-ның -6 дәрежесі метрге тең екен. Так, Планк тұрақтысы керек болады. Бізде 6,62 көбейту 10-ның -34 дәрежесі джоуль көбейтілген секундқа тең. Так, жарық жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі метр секундқа тең болады. Енді бізге шығу жұмысын табуымыз керек. Так, енді шешуі. Шығу жұмысының формуласы H-сы бөлінген лямбдаға тең. Енді мәндерін орнына қойып шығайық. 6,62 көбейту 10-ның -34 дәрежесі, көбейту 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, бөлемін. Так, 0,2974 көбейту 10-ның -6 дәрежесі. Так, тең болады. Калькуляторға саламыз. 6,62 көбейтеміз 3-ге, бөлеміз 0,2974. Так, 66,7 дейді. Бұны 66,7 көбейту 10 -20 метр. Енді үшінші есепті шығарайық. Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы берілген. Бұл 3000 км секунд. Ол 3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі метр секунд. Енді бізге осындай жылдамдықта қозғалу үшін қандай сәуле түсу керек? Платинаға соны табу керек. Яғни ол сәуленің жиілігін табуымыз керек. Және де шығу жұмысы берілген 6,3 электровольт. Оны 1,6 көбейту 10-ның -19 дәрежесіне көбейтеміз да джоульге айналдырамыз. Енді бірінші энергияның формуласын жазып алайық. Бұл бізде энергиямыз мю тең болады А қосылған МВ квадрат бөлінген 2. Мына жақта бізде энергияның формуласы, мынау шығу жұмысы, оған мынау электрондардың энергиясын қосамыз. Енді біз мына екі теңдеуді теңестіріп, мынау жиілікті табуымыз керек. Сонда жиілік бізде тең болады А қосу МВ квадрат бөлінген 2 бөлеміз H-қа. Енді мәндерін орындарына қоямыз. Мю тең болады. А-ның мәні бізде 10,1
көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. Оған қосамыз жылдам, мына жердегі масса, яғни бұл электрондардың массасы. Ол бізде 9,1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі килограммға тең болады екен. Енді соны жазамыз. Так, 9,1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі. Көбейтеміз мынау жылдамдықтың квадраты, яғни мынау 3 көбейту 10-ның 6 дәрежесінің квадратын жазамыз. Бұл 9 көбейту 10-ның 12 дәрежесі болады. Бірден квадраттадым, бөлемін 2-ге. И осының барлығын мына планк тұрақтысына бөлеміз. Ол 6,62 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесіне тең болады. Сонда тең болады. Осының барлығын калькуляторға салайық. Так, бірінші мынау нені тауып аламыз? Кинетикалық энергияның формуласынан. Яғни 9,1-ді көбейтеміз 9-ға. 9-ды көбейтеміз 9-ды көбейтеміз 9,1-ге. 10-ны бөлеміз 2-ге. Қосамын 10,1-ді және бөлемін 6,62-ге. 7,7 деп алсақ болады, жоқ шамамен. Так, 7,7 көбейту 10-ның дәрежелерін есептейміз. Барлығын есептеген кезінде бізде 15 дәреже шығады. Герц. Жауабы осындай болады. Есепті шығарайық. Бұл жерде бізге екі толқын ұзындықтары берілген. Олардың фотон энергияларын табуымыз керек. Бірінші мына жақта бізде микрометрмен берілген, оларды метрге айналдырамыз. Ол үшін 0,4 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр деп жазамыз. Мына жаққа 0,76 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр деп жазамыз. Так, енді бірінші күлгіннен бастайық. Так, күлгін H-сы бөлінген лямбда күлгіндігін қоямыз. Яғни H бізде планк тұрақтысы 6,62 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі. Көбейтеміз жылдамдық, яғни жарық жылдамдығы, оның 8 дәрежесі бөлемін 0,4 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі. Сонда тең болады 4,965 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль шығады. Енді сәйкесінше қызыл сәуленікін аламыз. Так, қызылдікі бұл тең болады H-сы бөлінген қызылды қоямыз. Яғни 6,62 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі көбейту 3 көбейту 10-ның 8-і бөлемін 0,76 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі. Сол тең болады 0,61 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль. Так, екі жауап осындай. Мынау жауапты бұлай жуықтап 5 деп алса да болады. Минус 19 дәрежесі джоуль. Шығарамыз. Жарық көзі 1 секундте 5 көбейту 10 20 дәрежесі фотон шығарады. Жарық көзінің толқын ұзындығы 99 микрометр болса, қуаты қаншаға тең дейді. Мына жерде микрометрді метрге айналдырамыз. Яғни 99 көбейту 10 минус 6 дәрежесі болады. Так, қуаттың формуласын жазайық. Бұл бізде аны т-ға бөлгенге тең болады. Бұл жердегі біздегі амыз ол энергияға тең деп алсақ болады. Фотон энергиясына, яғни H-сы бөлінген лямбда деп аламыз. Яғни ол жерде еще біз мынау фотонның несіне санына көбейтеміз n. Так, бөлемін т-ға. Енді осыны нақтылап жазайық. H-сы n бөлінген лямбда т деген формула шығады. Енді осы жерде мәндерін орнына қоямыз. Яғни H дегеніміз бұл 6,62 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі, көбейту 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, көбейту 5 көбейту 10-ның 20 дәрежесі, бөлемін лямбда бұл 99 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі және 1 секунд. Так, 1 секунд тең. Калькуляторға салайық. Так, бірінші 6,62-ні көбейтеміз 3-ге, көбейтеміз 5-ге. Оны бөлеміз 99-ға. Так, 1 шығады. 1 шығады. Дәрежелерінен 100 шығады. Сонда біздегі жауабы 100 ватт болады.